Құрметті Мәулен Сағатханұлы, біздің сауалымыз үкімет басшысы мен бас прокурорға. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті Берік Ноғайұлы. Соңғы кездері қазақ футболының төңірегінде дау көбейіп кеткен белгілі. Биылғы ел чемпионаты тәуелсіздік жылдарындағы ең даулы маусымның бірі ретінде тарихта қалатын сияқты. Мысалы, соңғы минуттарда белгіленген пенальти арқылы тағдыр шешілген Атырау-Ақтөбе, Атырау-Астана матчтары қоғамда үлкен резонанс тудырды. Әйтсе де, жанкүйерлердің ашу-ызасын туғызған төрешілер туралы шешім қабылданғанын көрмедік. Селт еткен федерацияны да байқамадық. Мұнда жең ұшынан жалғасқан сыбайластық жатқан жоқ па? Қазіргі уақытта федерация аясындағы матчтарға 155 төреші қызмет етеді екен. Алайда оларды оқыту бағытындағы жұмыстар көңіл көншітпейді. Әлем чемпионатында төрелік ететін бір төреші шығара алмауымыз соның көрінісі. Квалификациясы жоғары бапкерлерді дайындау мәселесі сын көтермейді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде спорт резервін әзірлеу ісінде балалар мен жасөспірімдердің спорт мектептері негізгі рөл атқаратынына назар аударып, олардың жұмысын жүйелеу жөнінде тапсырма берген еді. Алайда еліміздегі балалар футболын қолдау мәселесінде шешілмеген жайттар көп. Ауылдарда футбол мектептері тұрмақ, мини-футбол алаңдары жоқтың қасы. Президент тапсырмасы қашан орындалады? Бұл ретте өңірлерде климаттық жағдайды ескере отырып, әсіресе ауылдық жерлерде жыл 12 ай футбол ойнауға мүмкіндік беретін жабық алаңдар мен манеждар салыну керек. Жекеменшік балалар клубтары да жетімнің күйін кешіп жүр. 7 мен 17 жас аралығындағы балаларды оқыту ісінде бірыңғай жүйе жоқ. Бір кездері бізбен деңгейлес болған қазір командалары Олимпиада ойындары мен әлем, Европа чемпионаттарында көзге түсіп жүрген Грузия, Өзбекстан сияқты елдер балалар футболын қолдау, мамандар даярлау, инфрақұрылымды дамыту, бірыңғай жүйе қабылдау, футбол алаңдары мен стадиондар салу арқылы нәтижеге жеткені белгілі. Елімізде осы 30 жылда 2 стадион ғана салынған екен. Алайда қомақты сомаға салынған соның екеуі де небәрі бір ойыннан кейін жарамай жабылып қалған Түркістан аренада, Астана аренада қайта күрделі жөндеуден өтті. Қалған стадиондар ескі, көбі УЕФА талаптарының ең төменгі деңгейіне де сай келмейді. Ал кейбір өңірлер жыл аралап тозығы жеткен стадиондарын қайта күрделі жөндеуден өткізеді. Оның орнына осы қыруар қаржыға әрбір облыс орталығында талапқа сай стадиондар неге салынбайды? Командасы қарсыластар қақпасына бір гол сала алмай антирекорд жасап отырғанына қарамастан, Европаның топ құрамалары бапкерлерінің біразынан көбірек жалақы алатын ұлттық құрама бас бапкерінің айлығы құпия. Федерация мұны кімнен жасырады? Көпшілігі жергілікті бюджетке байлаулы футбол клубтарындағы легионерлердің айлықтары да ашық айтылмайды. Осы ретте легионерлерге шектеу, лимит деген жоқ. Биыл алынып тасталған. Кейде алаңда 11 шетелдік ойыншы жүреді. Әйтсе де санның сапаға әсері шамалы, сондықтан оларды FIFA рейтингіндегі топ 30 елдің ішінен таңдаған жөн деп ойлаймыз. Премьер-лигада жүйесіздік көп. Биыл тақсан мен 13 команда ойнаса, келесі маусымда олардың санын 16-ға ұлғайту туралы айтылып қалады. Бұл кейбір командаларды сақтап қалу үшін бармақ басты әрекет емес пе? Еліміздегі футболды дамытуға жауапты федерацияның жылдық бюджеті 10 миллиард теңгені құрайды екен. Бұл қаражаттың қайда қалай жұмсалып жатқан туралы ашық мәлімет жоқ. Өңірлердегі филиалдарына 3-5 миллион теңгеден бөлетін ескерсек, қалған қаражаттың есебі бар ма? Футбол әлемдегі ең танымал және тартымды спорт түрі болғандықтан, оған қатысты жайттың бәрі өркениет елдерде ашық және жүйелі жүргізіледі. Тіпті көптеген мемлекеттерде футболға қатысты арнайы заң қабылданған. Осы саладағы жүйесіздік пен жүгенсіздікті реттеу үшін бәлкім бізге де жұмсалған қаражаттың тиімділігін ашық бақылап, футбол туралы заң қабылдаудың уақыты келген шығар. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті Берік Ноғайұлы, заңға сәйкес бізге жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қыдырәлі, Ершов, Жексенбай, Нұғманова, Сарыбаев, Сатыбалдиев, Шипалских. Рахмет.